Сәлеметсіздер ме достар? Мен бүгін хачапури дайындағалы жатырмын. Маған қажет 120 грамм сүт, 120 грамм су, 1 шай қасық қант, жарты шай қасық тұз және 2 ас қасық сұйық май құйдым. Менде видеода көрінбей қалыпты, сіздер қосуды ұмытпаңыздар. 1 жұмыртқа саламын. 1 шай қасық дрожж салдым. Барлығын қосқаннан кейін шанышқымен араластырдым. Міне өздеріңіз көргенде жақсылап араластырып алдым. Енді ұнды електен өткізіп саламын. Міне көргендеріңіздей ұнды електен өткізіп жатырмын. Алғашқы бөлігін електен өткізіп, тағда шанышқымен араластырып жіберемін. Ұн 450 грамм қосамыз. Міне өздеріңіз көргендей ұнның алғашқы бөлігін шанышқымен араластырып жатырмын. Енді келесі бөлігін тағда електен өткіземіз. Енді өздеріңіз арғарай видеодан көргендеріңіздей жасай бересіздер. Міне қолымның көмегімен қамырды басып, қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр шығардым және осы қамырды бетін жауып жылы жерге 1 сағаттай қойып қоямын. Достар, бірақ осы 1 сағаттың ішінде осы қамырымызды қайтара басып тұруымыз керек 2-3 рет. Енді мен оның арасында начинкасын дайындауым керек, яғни салмасын дайындауым керек. Оған қажет 300 грамм сыр және 50 грамм сары майды теркадан өткізіп, міне видеодағыдай араластырамыз. Достар, сыр, яғни ірімшік те, сары майда холодильникте тұрған болуы керек. Араластырып болдым. Енді 1 сағат өтті. Қазір қамырымды ашамын. Міне қамырды көрдіңіздер, жып-жұмсақ болып көтерілген. Қолыммен басып көрсетіп жатырмын сіздерге. Енді осы қамырды бөліп алып, 2 бөлікке немесе 3 бөлікке бөліп жаямыз. Қазір міне видеодан көргендеріңіздей жаясыздар. Мен қамырымды 2 бөлікке бөлдім. Оқтаумен жаяйын деп жатырмын. Бұл бірінші бөлігі қамырымның. Осылай сопақша қамыр қылып жаюымыз керек. Достар, күнделікті отбасыма жасаған тағамдарды каналыма салып, сіздерге де ұсынуды жөн көрдім. Менің каналым сіздерді қызықтыратын болса, қолдауларыңызды білдіріп, каналыма тіркелулеріңізді сұраймын. Мен қамырымды жайып болдым. Енді жаңағы салмамызды осы видеодағыдай саласыздар. Видеодан көргендеріңіздей
Қамырдың екі шетіне қасықпен жаңағы салмамызды саламыз. Салмамызды салып болғаннан кейін қамырымызды қайыра отырып, жан-жағын жабамыз. Қамыр піскен кезде жаны ашылып кетпеу үшін осылай қолымызбен жақсылап басамыз. Қазір қамырдың екінші жағын жауып жатырмын. Қамырдың астыңғы және үстіңгі қалған бос бөлігін осылай қолдарыңызбен қайырып жауып жібересіздер. Міне, хачапуриім дайын болды. Енді қазір табасына саламын. Өздеріңіз көргенде қамырдың ортасы ашық тұр. Сол қамырдың ортасына жаңағы қалған начинкамызды саламыз. Начинкасын қасықпен жая отырып салып жатырмын. Қамырдың бірінші бөлігін бітірдім, дайындап қойдым. Енді екінші бөлігін жасауым керек. Қазір оны да жасап көрсетемін сіздерге. Екінші қамырды да міне осылай дайындап жатырмын. Қамырым дайын болды. Начинкасын салдым. Енді жұмыртқаның сарысын қамырдың бетіне жағып шығуым керек. Негізі пешке пісіретін кез келген нанымыздың бетіне осылай жұмыртқаның сарысын жақсақ, піскен кезде қызарып әдемі болып тұрады. Қамыр толық дайын болды. Енді 35-40 минутқа пешке саламын. Пісуіне 4-5 минут қалғанда хачапуриімізді алып, осылай әр қамырға бір жұмыртқадан жарып құямын. Енді осы қамырымызды қайтадан духовкаға салып 4-5 минутқа қоямыз. Хачапури дайын. Міне жұмыртқа өздеріңіз көргендей шала пісіп тұрады. Қазір мен сіздерге ыдысқа салып, шетінен үзіп көрсетемін. Достар, қараңыздаршы, қыс мезгілінде жейтін тойымды тамақтардың бірі деп айтсақ болады, иә? Қамырды үзіп көрсетейін. Қамыр өте жұмсақ, әрі дәмді болды. Сіздер де жасап көріңіздер, ас болсын.
каналыма тіркеліп мына қоңыраушаны басуларыңызды сұраймын.